Подкастымның кезекті қонағы жақында жарыққа шыққан «Бояу» қысқаметражды фильмінің авторы, режиссер, сценарист Диас Юсуф. Сәлем Айнұр, әуелі саған үлкен алғысымды білдірем. Осылай өзіңнің кезекті шығарылымыңа шақырып, менің дебюттік фильмімде мынау бір кино жағынан дебюттік сұхбат беруім десек те болады. Сол үшін саған үлкен алғысымды білдірем. Енді менің бірінші сұрағым осы алғашқы дебютіңіз неліктен «Бояу» деп аталды? Көрерменге нені бергіңіз келді? Бұл фильмде енді негізінде фильмді қарасақ, ішінде кинода неше түрлі светтермен, жарықтармен, яғни киноға солай біз былайша заманауи тілде атмосфера бердік. Жаңағы Алан деген кейіпкерді байқасақ, Аланға Аланның әр кадрында бізде жаңағы жылы свет дейді, яғни ол сары жарықты біз Аланға береміз. Ал жаңағы есірткіге байланысты кадрлардың бәрін біз фиолетовый қазақшасы. Күлгін светтермен береміз. Және де антагонист біздегі Жансерік Аланның әкесі, ода басында бізде отсылка тастап кеттік, то что қызыл светпен. Енді қызыл түс көбісіне жағымсыз көрінеді, қандай фильмдерде көбінесе. Бұл антагонист секілді. Сондай неше түрлі жарықтармен адамды боялдырады. Яғни біздегі басты кейіпкер Аланды боялдырады. Ал ол бояулар соңында араласып келіп қара түсті береді. Яғни жамандық. Енді Алан өзі жаңағыдай не себептен ондай тағдыр жазғанына өзіне белгісіз болып кетті ғой. Ол жердегі жаңағы нәрсе әкесінің ойланбай сондай іске баруынан баласының жапа шегуі болып тұр. Солай неше түрлі нәрселермен адамды боялып қызып, менің де енді режиссерлық мақсатым сол болды. Бұл жердегі енді фильммен басында атын қойып алдым да, содан кейін барып сценарий жаздым ғой, «Бояу». Мен білмеймін, неғып «Бояу» деген аты өзіме ұнады. Содан соң барып сценарийін жаздым. Сөйтіп неше түрлі жаңағыдай, енді оның мағынасын ашу үшін неше түрлі кульминацияларды да тықтық, переходтарды да жасадық. Сонымен енді білмеймін, көрермен өзі көріп соған боялса деген оймен шығар бәлкім. Яғни бұл фильмнің мақсаты бұл есірткіге қарсылық, яғни осының тәуелділіктен осы бір жаман нәрсе екендігін ашып көрсету, яғни адамның өміріне қаншалықты зиян әкелетінін көрсету, Негізінде былай қарасақ, мендегі бұл жердегі ең басты мақсат, кинодағы негізгі айту, мендегі ой, ол жемқорлық негізінде. Жемқорлық. Басында парамен, яғни мен неге есірткімен байланыстырдым, өйткені ол қазіргі таңда тоқтаусыз жүріп жатқан нәрсе ғой, әлі шешімін таба алар емес. Мендегі мақсат бұл қысқаметражды фильммен енді кішігірім аудитория жинаса да, немесе былай да былай басқа адамдарға көрсетсем де, соларға бір түйін қалдыру, оның зияны басқа адамдарға тиіп кетпеу. Енді негізгі ой, ол жердегі жемқорлық, бірақ енді адамдардың ойы, жаңағы көрермендердің ойы бәрібір маңызды ғой. Әр көрермен өзіне әр қалай ой қалдырады да. Ол да бір жағынан сол бәлкім есірткі, бір жағынан басқа неше түрлі енді адамдардың өзінің қабылдауына байланысты. Ал мендегі негізгі мақсат бұл жердегі жемқорлық болып тұр. Жемқорлық. Ал енді осы мен фильмді тамашаладым, өте керемет сюжеттер бар, іліп аларлық, айтарлық, әсерлі шыққан фильм. Осы басты кейіпкер Аланның шынайы өмірдегі прототипі кім деген сұрақ. Шынайы өмірдегі болашағы жоқ бала шығар бәлкім. Болашағы жоқ бала. Жоқ, негізінде бұл жердегі фильм Аланмен байланысты ғой. Бірақ көріп отқан көрермен ойламайды да, бұнда жаңағы Аланның өмірі шығар, оқиғасы шығар. Бірақ Аланның артында қандай нәрсе тұр? Алан енді келіп өзі еш нәрсе жаман, жаңағы жағымсыз әдеті жоқ Алан, жаңағыдай вообще ондай жағымсыз енді қалай айтсам екен, әдеттері зиянды. Сондай жаңағы ішіп шегу деген нәрсе ода жоқ. Алан кәдімгі тәрбие көрген, отбасының ең үлкен баласы. Жаңағы біз фильмде де оның інісі, сценарийда да інісімен қарындасы бар ғой, оған ол
ол тоже отсылка, то что Алан андай эгоист бала емес деген сияқты. Және Алан енді солайынан келе жатып, біз оның өмірін бал қылып келе жатып, жаңағыдай керемет өмірде бірден оның тағдырына балта шауып тастаған. Негізінде мен болып тұрмын ғой сценарист ретінде. Оның бәрі сол жаңағы жемқорлықты және нашақорлықты насихаттау үшін солайынан біз оның болашағына, тағдырына балта шаптық. Ал жалпы айтқанда бұл Аланның сырт келбеті, жалпы қателеспесем сіздің яғни бейнеңізге келеді, иә? Және фильмде де Алан яғни Тараз қаласынан, яғни сіз де Тараздансыз, соны байқадым. Сол жақтарын айтып кетсеңіз. Фильмде мәселен неге Тараз қаласынан көбісінде сұрақ болатын шығар. Мен өзім Тараз қаласынан болғандықтан байқадыңдар ма? Анау бәріне сәлем, менің есімім Алан, Тараз қаласынан боламын деген кезде, ана жердегі жаңағы студенттердің бәрін орнынан тұрып, оған қолдау білдіріп жатты ғой. Мен бұл жердегі айтқым келген нәрсе, енді бөлінбеймін өзім бәріне бірдей көзқарастан, бірақ енді Тараздың жігіттері сәл мінезді келген соң, енді бұл пропаганда емес, бірақ Тараздың жігіттері сәл мінезді келген соң, өздерінде бір рух бар болған соң, мен оның Тараздың жігіті қылып көрсеткім келді да. Бір жағынан өзіме де енді кез келген сценарист өзінің сценарийін жазып жатқан кезде өзіне жақын тақырыпта көп қозғайды. Енді бұл нашақорлыққа келсек, ол маған жақын тақырып емес, бірақ маған кульминация керек болған үшін мен бұл нашақорлықты қостым. Бәлкім осылайынан қызық болар деп. Ал әйтпесе жаңағы Аланның, енді бізді Алан персонажының кейіпкерін сомдаған Диас Қанатов есімді біздің бірінші курс студентіміз. Оған үлкен алғысымды білдіремін, өзінің актерлық. Енді актер болмаса, профессионалды актер болмаса да барынша табиғатымен алып шықты. Аланды негізінде өзімнің типажында ұқсатып алдым. Енді білмеймін олай жасағанды, бәлкім сол кезде сценарийді, негізі мен сценарийім бақытсыз сценарий ғой соңында. Happy end жоқ да бұл да. Әшін андай жүрегім ауырып кетіп қалады. Депрессияда болып жүргенде жазған сияқтымын, білмеймін. Қанша уақыт кетті жалпы сценарий жазуға? Сценарий жазуға шынымды айтсам 2 айдай уақыт кетті. 2 айдай. Оның жаңағыдай, енді бізде дисциплина болмады, шыны керек. Дисциплина болса, бұндай сценарийді 1 айда, 1,5 айда жазып болады. Маған былай өзім күнде бәрін есептесем, тура 2 ай уақыт кеткен екен сценарийға. Фильм 30 минуттық па? 23 минуттық. Яғни осы жарты сағаттық фильмді сценарийі қанша бет болды жалпы? Көлемі? Менде бізде сценарийді жазған кезде профессионалды түрде сценарист китпен жаздық. Бұл әлемдік жаңағы киногерлер, драматургтердің жазатын программасы сценарист кит. Сонымен жаздық, енді оған жаңағы о жерде автоматты түрде shift бәрін есептеп береді. И әр киноның 1 минуты сценарийде 1 бет болу керек негізінде. Ал менің сценариym 18 бет, тура қателеспесем 18,5 бет, 19 беттің жартысы бар. Және фильм 23 минут болып кетті. Ал сценарийдің өзі таза 18 бет шықты таза. Ал енді басқа актерларға тоқталсаңыз, қалай жинадыңыз? Кастинг жарияладыңыз ба? Бұл енді өте қызықты тақырып. Мәселен мен өзіме келсек, мен жұмыс барысымен болсын, былайда болсын, өте коммуникацияға қарап қалған адаммын негізінде. Мен үшін коммуникация комфорттық орта, ол бірінші кезекте. Себебі мен алдағы уақытта жұмысымды солармен жасаған соң, жаңағыда енді команда дейді ғой. Командама бірінші кезекте комфорт адамдар жинау керек болдым мен үшін. Және мен бірден бастапқы кезде киноны түсіріп бастаймыз деп жатқан кезде мен енді кинода байқаған жаста тек қана актерлар ғой, бірақ оның артында қаншама жұмыстар. Мен бірден өзімнің қасыма ассистент тартайын. Режиссердің ассистенті болу керек міндетті түрде. Былай да былай сен жоқ кезде сол жауапты. Мен оны бірден Қайыркенқызы Қарақатты таңдадым, өйткені ол қыз пысық, жаңағы өз ісіне өте ұқыпты қыз. Сол Қарақаттан бастадық. Одан кейін келіп гример керек болды. Біз өйткені экшн сцена бар ғой. Оны Меруерт Жакешева қылып алдық.
дизайнды оқиды, бір жағынан өзіне опыт болады деп. Ал одан соң басты рөлдегі кейіпкерге алғанға қатты ойланамын, ол кімді аламын деп. Менде екі нұсқау болды. Біріншісі Ербол Медетбекұлы Ербол, екіншісі Қанатов Диас деп ойладым. Енді Қанатов Диаспен сөйлестім, оның жаңағыдай болмысы келіп тұр. Бір жағынан ниетін де көрдім мен. Анау съемка деген кезде талпынып тұрған, сондай көзіне бір отты көрдім да. Және бұл жігітке сендім мен, сенім арттым да, жарайды. Диас Қанатовты алдым алаңға. Одан соң жаңа Алланың махаббаты Жасминге тоқталайық. Жасминге бір ерекше, бір типажды актриса керек болды. Андай қылықты, бір табиғаты керек болды да маған. Мен былай қарап тұрсам, мен ешқайсының актерлық шеберліктеріне қараған жоқпын. Мен табиғи шынайылықтарына қарап таңдап алдым. Ал маған Жасминға идеал болып келіп тұрған ол Арина Сағындық. Бізде бірінші курс киномедиа, Арина Сағындықты алдым. Ал одан соң эпизодтағы жаңағы әкесі мен анасының рөлі өте қызық болды. Енді ол кісілерге кастинг жариялау арқылы жаңағы телеграм чатта кәдімгідей кастингтің беседасы бар. Соға осындай актер, актриса керек деп сол екі кісіні таңдап алдық. Ал қалған эпизодтағыларға енді былай жаңағыдай түрлі типаж, жаңағы менде презентация бар ғой. Сол презентациядағы фотоларға қарап іріктеп өзім таңдап алдым қалғандарын. Бармағамбет Санжар, Әбжаппар Толғанай сынды қыздар жігіттерді. Бірақ мен риза болдым, шынымды айтайын, актер, актрисаларына өте қатты риза болдым. Мен оларға сеніп тапсырдым, сол сенімімді алып шықты. Енді болады режиссерлық жаңағыдай задача беру. Оның бәрін келісіп алдық, бір ауыздан естіп алдық. Бәрі мен сөзін тыңдады, бәрі айқайымды да көтерді, ешқайсысы ренжіген жоқ, көңілімді қалдырған жоқ. Былайша айтқан кезде командадан қателеспедім. Сонысымен кино сәтті шықты деп ойлаймын. Ал енді студент бола тұра осындай қысқа метражды фильм түсірдіңіз, шығын жағы қанша қаражат жұмсадыңыз, құпия болмаса? Ойбай, енді бұл құпия емес. Неге құпия? Мен қазір 200 000 теңгеге осы қысқа метраж фильмді түсірдім десем, біраз киногерлер таңғалатын шығар. Негізі шыны керек, біраз киногерлер таңғалуы мүмкін. Мен ғана емес, менің де жаңа группаластарым бар ғой, бәріміз қысқа метраж фильм түсірген. Ол жігіттерде осы суманың ар жақ бер жағында керемет дүниелер жасап шығарды да. Жалпы бастан аяқ 200 000 теңге кетті, былай да былай. Және енді қиын болды негізі. Осы басқа қаражат, материалдық жағдайы сәл қиында болды. Мен досым айтты жаңағы, оның бір кинодан хабары бар досым да. Киноң керемет шыққан бауырым, бірақ та сәл бюджет жағынан қысылыпсың да дейді. Ол киноңда да білініп тұр дейді. Енді барынша сюжет мықты болған соң ол нәрселерін бәрін жауып тастайды ғой. Бірақ жаңағы кинокритиктер тщательно бәрін былай зерттесе, ол көрінетін нәрсе. Сол енді бюджет жағы енді солай болып қалды. Сізге қолдау көрсеткен, демеушілік танытқандар болды ма? Әрине, бірінші кезекте мен отбасымды айтар едім. Олар ол кісілермен жағдайымды түсініп, жаңағыдай отбасын бірінші кезекте қолдау білдірген. Және де даму онлайн жаңағы студенттерге білім беру орталығы. Сол кісілер де қолдап қол ұштарын созды. Жарты сағаттық фильм қанша уақытта түсірілді? Бізде жаңағы КПП схемасымен тура 4 күнге бөлінген смена. 4 күн бөлек смена болды. Ішінде байқасаңыздар жаңбырдың сценасы бар. Біз оны қалай ұстадық? Басында съемка басталмай тұрып, жаңбыр жауып атқан кезде жаңбырға қарап, мендегі жаңағы есіме түсіп кетті, ана жерінде жаңбырмен әсерлі болады ғой деген. Сөйтіп жаңағы басты рөлдегі алаңды алып, жаңағы кейіпкеріміз алаңды алып, сөйтіп жаңбырдың астында шығып 2 сағат бірінші түсіріп келдік біз. Ең бірінші сол жаңбырдың астындағы сценаны ең бірінші соны түсіргенбіз. Одан кейін жаймен деп жаңағы 4 күндік съемка кетті. Бәрі қатарынан емес, бірінші күн жаңағы барлығын үйде түсіріп алдық, квартирада. Одан соң қалған 3 күн
қатарынан кетті ғой съемка. Ол енді шын керек біраз энергия кетті фильмге. Прям андай кейде шаршап кетесің, бірақ сен кез келген режиссер енді ол жаңағы қаншама адамның ішіндегі лидер болып тұр ғой, басқарушы. Сол адамға байланысты кез келген нәрсе. Ол адам егер де жігерленіп тұрса, біздің фильм мықты шығады, біз түсіріп тастауымыз керек, біз бітіреміз бүгін деп командасында жігерлендіріп тұрса, онда бәрі тыңдап жігерленіп, бәрі жаңағындай мотивациямен жүреді де. Ал егер режиссер жоқ, мен шаршап кеттім, мынаны ертең түсіре саламыз десе, онда бүкіл командада жаңағыдай ниеттері қайтып қалады да, олар да шаршадым деп бір-біріне сондай ляп болып кетеді. Сол себептен енді 4 күнге менің ойымша өте керемет нәтиже деп ойлаймын бұл фильм. Осы 4 күннің ішінде бір ерекше бір қызықты оқиға болды ма түсірілім алаңынан? Ерекше қызық негізінде күніге болады ол. Әр күндік, мысалға бірінші күні квартирада түсіріп жатқан кезде подъезден көтеріп келе жатқан жерінде бір қызық оқиға болып қалды. Сол жерінде мен өзім күліп жүре беремін. Мен күліп тұрғаннан кейін болды, ана жердегі актерлер де күледі, бүкіл команда күліп жүріп. Сонысымен қызық қандай, өзің шаршап тұрасың, бір жағынан съемкада басып аласың. Ал қызығынан, шынымды айтсам, қызығынан қиын сәттер көп болған сияқты меніңше. Бірақ сол қиын сәттердің өзін еске алу мен үшін өте қызық болады да. Андай айтады ғой, біздің өміріміз мінсіз емес, бірақ мінсіз сәттеріміз көп деп. Сол үшін бұл фильм менің өмірімдегі, бұл дебюттік қысқаметраж фильм менің өмірімдегі мінсіз сәттердің бірі болып қалады деп толыққанды айтамын. Ал енді сізде мынандай сәттер болды ма? Келесі жобаларымда осыны қайталамас едім деген, әттеген ай деген тұстар? Ол міндетті түрде болады. Не дегенмен ең бірінші біздің фильм бәрібір заманауи тілмен кринж дейді ғой. Кринж ұстайтын сәттер енді болады анда-санда. Мәселен, көбінесе мен монтаж кезінде қиналғаным ол бірінші переходтармен сәл-менде қиыншылықтар болып қалды. Мына переход пен мына переход сәйкес келмейді. Мына переход пен мына переходтың ортасында бір кадр керек болу керек болды. Бірақ болады, оның бәрі сабақ болып қалады. Келесіде оны қайта алмаймын деген нәрсе, немесе келесіде ол саған сабақ. Солайдан үлкен бұл тәжірибе болды, шыны керек, үлкен тәжірибе. Мен бұл фильмге дейін бізде әлі жарыққа шықпаған «Тұяқты қыз» деген сериал бар. «Тұяқты қыз» біздегі емес, мен онда жаңағы звук оператор болып жұмыс жасаған. Сол фильмге қатысу арқылы және Сәлем социал медианың комедиясы «Копы» деген соның 1-2 күндік сменасына шығу арқылы мен бірінші курстың жаңағы демалысында, жаздық демалысында біраз кино жағынан тәжірибе алып қалған. Звук жағынан, енді өзім қазіргі таңда мобилографиямен айналысып жүрмін ғой. Операторскийдан білім бар, композиция қоя аламын. Енді режиссерлық жағынан сәл-сәл білім керек болды. Ол жағынан мен Диас Әзімжанға, біздің ұстазымыз, сол кісіге үлкен алғысымды айтамын. Бізге неше түрлі лайфхактар үйретіп, актерлармен қалай жұмыс жасау керек, кішігірім психолог болуды үйретті де. Және соның бәрі келе бұл фильмге үлкен сауабы тиді, былайша айтқан кезде. Үлкен білім ғой бәрібір де. Анда мысалға зерттесек, кейбір кадрларда композиция бар. Мәселен, мен алаңды төменгі кадрдан оны мықты қылып көрсетіп тұрам, үстіден оны әлсіз қылып көрсетіп тұрам. Сондай бір композициялар бар негізінде ашып қарасақ киноны. Алайда ондай жалпы қысқа метражды фильм болсын, толық метражды фильм, жалпы сюжеті бар нәрселерді түсіру, оған үлкен білім керек, үлкен шыдамдылық керек, сабырлық керек. Содан кейін барып қана сенің жұмысың сәтті шығады деп ойлаймын. Оңай болған жоқ, шыны керек, бірақ осындай білімнің арқасында, жаңағы қолдаулардың арқасында осы фильмді бітірдім деп айта аламын. Өзіңіздің көңіліңіз толды ма? Алғашқы шығармашылығыңыздағы туған бір туынды ғой бұл. Өзімнің көңілім толды.
толыққанды толады, міндетті түрде толады. Себебі өзіңнің анау бұл менің балам сияқты болды фильм. Шыны керек, бұл фильм менің балам сияқты болды. Мен бұны андай мәпелеп әкпелдім да былайынан. Түсіру жағынан бір бөлек, мен жаңағыдай бұл фильмде өзім режиссер, өзім оператор, өзім сценарист, өзім жарық қоюшы, өзім монтажын жасаймын. Жалпы айтқанда авторлық құқығым толыққанды өзімнің фильмім, яғни өзімнің балам. Солайдан келе енді монтажын жаңағыдай монтажға қателеспесем бір аптадай уақыт кетті монтажға. Сол кезде ана монтажын жасап жатқан сайын үйдегілер жазады, достарым жазады, мынаяқта студенттер жазады, жасаға сіздің фильміңіз қашан көреміз, әлі күнге дейін жазады да, қаяқтан көреміз деп. Ананың бәрі саған мотивация. Мен киноның барлығы күтіп жатыр, сен киноң жақсы шықсын, жаман шықпасын, бірақ бәрі күтіп жатыр. Бірақ әрине жақсы сапасына қараймын ғой. Бірақ бірінші демо версиясын жасап тастағанмын мен монтажбен. Бірақ одан соң Adobe Premiere Pro жаңағыдай телефондағы CapCut сынды приложениялармен қосып, араластырып, солай монтажында біраз уақыт кетіп қалды. Солайынан монтажын бітіріп, отырып, бастан аяқ тамашалап болғаннан кейін, енді шынында дейін көзіме бір еріксіз, бір бақыттың жасы келген шығар, мен біттім деген. Себебі бір қызық айта кетейін, мен киноны түсіретін кезде білмеймін, бір мынандай принцип қоямын өзіме. Еліктенен шығармашылық адам сәл қиялдан келеміз ғой. Жаңағыдай мен фильм басталып, болды мен шашымды алмаймын, мұрт сақалымды алмаймын. Мен болды осылайынан крем фильмге, басқа еш нәрсемен жаңағыдай отвлекаться етпеймін. И өзіме кішігірім график қойып қойғанмын, мына күнде мынандай деген сияқты. Сөйтіп съемканы бітіріп тастадық бір аптада. Жаңағы бір күн бар, анан кейін уақыт ортасында демаласың, одан кейін қатарынан 3 күн съемканы бітіріп тастадық. Одан кейін бір апта эйфориямен жүрдім. Менің съемкам бітті деп. Одан соң кеп монтажға отырамын ғой. Менде монтажда неше түрлі проблемалар болады. То менде біресе ноутбугым көтермей қалады, Adobe Premiere Pro-ны. То менде біресе телефонмен түсіргеннен кейін формат MOV, оны MP4-ге ауыстыру керек. Одан соң конвертациясына ұзақ уақыт кетті. Солайынан біраз қиыншылықтар қойып, жаңағы былайша айтқанда мені құлатқысы келді бір бәле. Бірдеңемен құлатқысы келді. Бұл киноны сен шығармайсың дегендей. Бірақ оған ерегіскеннен мен жоқ, мен жасаймын деген еңбекпен, сондай мақсатпен мен бұны бітірдім. И бітірем таңғы сағат 7:30-да түні бойы титрін жасаймын, бәрін жасаймын. Таңғы сағат 7:30-да бітірем. Сонымен отырамын да, андай кездегі анау кез енді ерекше бақыт ләззатын алдым мен. Кино қайта қарай берем. Болды осы. Және одан кейін кешкісін бірден киноның шапкасы мен показын командаға жасап бердім. Енді олардың жаңағыдай эмоцияларына енді тіптен фильмнің показы болды ғой. Сол кезде титр бітті, бәрі шапалап ұрған кезде, ана кезде еріксіз жас келді көзіме. Мен бірақ өзім ұстап қалдым енді, жігітпіз ғой не дегенмен, бірақ ана кезде ішім қуаныштан жылады. Командамның қолдауы бар, үйдегілердің де қолдауы бар, жалпы бәрі келе, андай өте бақытты болдым. Сонымен айтқым келгені, кино 100% ұнады. Оның минустары болсын, плюстары көп болсын, бәрібір маған ол әсер етпейді. Ондай ой пікірлер. Мен өзім туындым, өзіме ұнады болды. Сонымен мен қанағаттымын бұл нәрсемен. Өте керемет жауап. Ал енді жалпы осы кино саласына қызығушылығыңыз қашан оянды? Бала кезгі арманыңыз ба? Кино саласына қызығушылық негізінен білмеймін, бәлкім вниманияны жақсы көргеннен кейін бе, менде бір бала кезден телевизорде неше түрлі киноларды көріп, жаңағы боевиктер болады, одан соң неше түрлі жаңағы фантастикалық фильмдер көретінбіз ғой бала кезде. Соларға еліктеп мен актер боламын деп өзіме мақсат қоямын. Ол кезде жасым бір еш қалмады. Сол 5-ші сынып оқып жүрген кездерде мен актер боламын деп өзім жұмыс жасап сөйтіп жүремін. Сөйтіп келе актер боламын деп жүріп келе сол мақсатпен кеттім. Алматыға оқуға түсемін деп түстім Аллахтың қалауымен. Солайдан Казнуға келем ғой.
сөйтіп киномедиа мамандығының біз бірінші жаңағыдай поколениесіміз. Сөйтіп жүрген кезде мен кино саласына толық жаңағы ішкі кухнясына кіре бастаймыз ғой. Оның жаңағы кино жағынан білім алып бастаймыз. Актердің міндеті қандай, драматургтардың міндеті қандай, кинодраматургтардың, режиссердің міндеті қандай, оператордың, сондай нәрселердің бәрін көріп жүре, маған режиссер өте қызық болды. Себебі сен режиссер болып, андай өзіңнің керемет туындыларын жасайсың ғой. Енді актер болу ол менің енді бала кездегі арманым, мен оны не істемеймін, таптап тастамаймын. Ол болашақта мүмкін бір-екі проекттерге немесе өзім фильмдеріме түсемін. Бірақ режиссер жағы маған қатты қызық болды, себебі ол өзімнің қолымда, жаңағы ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда. Сонымен неге режиссер болып көрмеске? Басында бірінші курста жаңағыдай группаластармен бір неше түрлі кринж нәрселер түсіріп бастадық. Оның өзі бірақ бізге ұнайтын ғой. Сен өзің режиссерсің. Сонымен жүріп кино саласына қызығушылығым қатты ашқан осы мамандығым деп айтайын. Мен мамандығымды шын жақсы көріп оқығаннан кейін жаңағыдай бізде болады ғой енді кейбір студенттерде сабаққа барғысы келмей жаңағыдай өзінің не мамандықта оқып жүргендерін адасып, мен сондай адамдарға кейде жаным ашып қалады да. Қазірден бастап өзің тұрақты болу керексің, өзіңнің нәрсеңді тауып алу керексің. Сонымен бізде ондай емес. Мәселен бізде режиссура деген сабақ, бізде сторибординг деген сабақ, раскадровка саламыз деп біз андай бақытпен барамыз да универге. Бұл біз үшін өте керемет сезім ғой, негізінде мамандығыңнан қателеспей дұрыс таңдап оқып жатқаның. Сөйтіп жаңағыдай кино саласынан білім жинай келе, бәлкім режиссураға тоқталғаным сол шығар. Менің де бәлкім ішімде әлі ашылмаған бір керемет көркем дүниелер жатқан шығар, көркем шығармалар әлі бар шығар. Солардың бәрін ашып көрсеткім келеді. Енді өнер дегеніміз ол мәңгі әдемілік қой. Сол әдемілікті, сондай әдемілік біздің қазақ кино индустриясына керек секілді. Сол себептен сол үшін шығар бәлкім режиссерлыққа көбінесе көңіл бөліп жатқаным қазіргі таңда кино түсіруге. Ал осы кино түсіргенде енді болашақта қандай бағыттағы кинолар түсіргіңіз келеді? Мен өте керемет сұрақ негізінде. Енді бізге қызығы басында, маған қызығы болған драма трагедия болды. Енді бұл фильм менде драма трагедиялық. Ендігі алдағы уақытта мен жаңағыдай Форсаж сынды шығып жатқан сериал, фильмдер бар ғой, фильм бір жағынан сериал. Мен сол фильмнің негізінде бала кезден бастап фанатымын. Өзім біріншісінен бастап осы 10-шысына дейін қарап, қайта жыл сайын соны білмеймін көре берем. Бір сондай жанрда, сондай трейлер, жаңағы боевик жанрда бір Қазақстанға бір сондай жаңашылық алып келсем бе деген бір ойым бар. Бірақ оға дейін қазіргі таңда андай тритментпен презентациясы дайын тұрған драмалық бір сценарийім бар. Енді көбінесе білмеймін неге драмалыққа тоқталып жатырмын. Бірақ алдағы уақытта хоррор жанрында да неше түрлі жанрда да түсіріп көргім келеді. Бірақ тек қана комедия жанрында емес. Неліктен? Себебі білмеймін, біздің Қазақстанда уже комедияның патологтары қойылып жатыр. Ол бізде негізі комедия деген, черная комедия деген, мысалы Кореяның неше түрлі жаңағыдай фильмдер бар да, өте жақсы, Оскарға ұсынарлық. Мәселен Паразиты деген фильм Оскарды 3 рет алған. Оның өзі черная комедия негізінде жанр. Сондай бір фильмдер түсіруге болады драмамен араластырып. Алайда бірақ комедия деген енді білмеймін, біздің көзімізге, енді киногерлердің көзіне дейінші бір арзан дүние болып көрініп кеткен секілді. Қазіргі таңда бизнес көзі болып қалған сияқты бұл жанр, комедия жанры. Жалпы солай. Менің ойымша сұхбат өте қызықты болды. Енді қазақ кино индустриясына үлкен серпіліс әкелетініңізге сеніміміз мол. Шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет Айнұр, саған да үлкен рахмет. Саған да осы шығармашылық жолда тек қана табыс, сәттілік, жетістіктер тілеймін.